Қайырлы күн оқырмандар және әлеуметтік желі көрермендері. Бүгін сіздердің назарларыңызға Кәкімбек Салықовтың 90 жыл толуына арналған «Қара өлеңнің жезкиегі» атты кітап көрмесін ұсынамыз. Көрмеде Кәкімбек Салықовтың таңдамалы 3 томдық шығармалары жинағы, 10 томдық шығармалар жинағы, Фазыл аға, әлемнің 8-ші ғаламаты және тағы да басқа кітаптар қойылды. Қазір кітапқа қысқаша тоқталып өтеміз. Кәкімбек Салықов көрнекті тұлғалардың өмірі мен шығармашылығына да қалам сермеген. Сәбит Мұқановқа арналған Дархан Дарын атты кітабында ұлы жазушының өмірін, қыр-сырын, ұшқыр ойын терең сезіммен танытады. Манаш Қозыбаевқа арналған Ақын жанды ғұлама атты кітабында тәуелсіз Қазақстанның жаңа тарихының тас тұғырын қалап кеткен өз мектебі бар ғұлама, тарихшы, өресі биік, өнегесі мол академик Манаш Қозыбаевқа арналған лирикалық шығармалары топтастырылған. Фазыл аға кітабында халықтың асыл перзенті, аса көрнекті мемлекет қайраткері, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің 2-ші хатшысы, жоғары кеңес төрағасының төрағасы болған Фазыл Карамжановқа арналған поэмасы кеңестік өмірдің душар еткен зомбылықтарын поэзия тілімен әшкереледі. Бәйген жолы атты поэмасы және өлеңдері еңбек ері, отан соғысының ардагері, Қазақстан үкіметінің 14 жыл басқарған елдің ардақты ақсақалы Бәйген Әшімовтың бейнесін сипаттауға арналады. Отырар сазы кітабында халық қаһарманы, Кеңестер одағының халық әртісі, әйгілі композитор Нұрғиса Тілендиевке арналған поэмасы кіріп отыр. Бұл кітап ағаға деген інілік ізет қана емес, ел жүрегінің бір лүпіліндегі барша қазақтың Нұрғиса Тілендиевке деген алғысы іспеттес жүкті атқара алады. Қазақтың жезкиегі ақыны Кәкімбек Салықовтың жүрек сыры жинағы өзінің сүйікті жары Мәриямға арналған. Шуақты сезімдер мен жүрек жарды толғаныстарға толы лирикалық өлеңдер мен сонеттер жинағын махаббат күнделігі десе де болады. Шын ниетпен жазылған өлеңдер оқырмандарға ақынның жүрек лүпілін жеткізеді. Мен сүйген жұқа сары қыз төрімде төре болды ана, өтіңдер оны ардақтап, мен сүйген жаннан туғандар деген өсиетін балалары мен немерелері ешқашан ұмытқан емес. Осындай әдемі өсиет қалдырып кеткен екен. Сырымбетте мектебім атты кітап жинағында солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Сырымбет тауының баурайында өткен балалық шағы, оқыған мектебі, ұлағатты ұстаздары туралы естеліктері және лирикалық өлеңдері енгізілді. Күзгі сарын жинағында өлеңдер, сонеттер, тәннің тілі, аққу мен ару атты поэмасы енгізілген. Дүлдүлдердің дүбірі кітабында ел құрметіне бөленген Тәттімбет, Отырар саз атты поэмалары енгізіледі. Шестаковтың 7-ші симфониясы Жаняның концертін тыңдағанда атты толғау күйші сазгерлерге арналғанда өлеңдері енгізілді. Сонымен қатар әлемнің 8-ші ғаламаты, мәңгі шырақ алауы, жезкиек, көңіл назы, көкжиекке тартқан көш атты кітаптарын келіп оқуға болады. Ақын шығармаларының қай-қайсынан да ауылдың елі мен жеріне деген зор махаббаты, шынайы құрметі мен сүйіспеншілігі айқын аңғарылады.